Бірмүшелер. Бірмүше дегеніміз сандардан, айнымалылардан және олардың дәрежелерінен көбейту арқылы құралған өрнек. Мысал келтіретін болсам, осы бірмүшелерге 5а, АБ көбейтілген БА, 2х куб көбейтілген -3 көбейтілген А квадрат CX және -7 сияқты жай сандар. Демек, осы өрнектердің барлығы бірмүшелерге жатады. Жай ғана санның өзде бірмүше бола алады. Себебі айтып кеткендей, бірмүше сандардан да құрала алады. Және осы барлық жазылғандар, қайталап өтейін, бірмүшелер болып саналады. Сонымен қатар, біз бірмүшелерді стандарт түрге келтіре аламыз. Стандарт түр дегеніміз не? Ол дегеніміз коэффициенті алдында, ал айнымалылары әліпби бойынша және олардың дәрежелері үлкеннен кішіге, демек кем ретімен жазылғандағы бірмүшелердің түрі. Мысалы, 2а квадрат x бұл стандарт түрде берілген көпмүше болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай, 2 коэффициенті бірмүшенің алдында тұр, ал айнымалылар дәрежелерінің кем ретімен жазылған. Демек, а квадрат x-тің алдында. Сонымен қатар әліпби ретінде сақталып тұр. Келесі қарастыратын мысалымыз ол -3ab көбейтілген а квадрат көбейтілген b. Бұл стандарт түрге келтірілмеген бірмүше. Оны стандарт түрге келтірейік. Алдымен коэффициентті алдына қоямыз, демек -3. Одан кейін ұқсас мүшелерді бір-біріне көбейтеміз. Мысалы, осы жердегі а мен а квадрат ұқсас мүшелер, оларды бір-біріне көбейтуге болады. Дегенмен осы жерде а-ны а квадратқа көбейткенде, естеріңізде болсын а куб шығады. Б мен Б да бір-біріне ұқсас мүшелер болып табылады. Сол себепті оларды көбейткенде бізде Б квадрат шығады. Нәтижесінде -3а куб Б квадрат деген бірмүше шығу керек. Біз оған қоса бірмүшенің дәрежесін анықтай аламыз. Бірмүшенің дәрежесі дегеніміз ол айнымалының дәрежелерінің қосындысы. Демек, әрбір айнымалын алып, олардың дәрежесін анықтаймыз. Демек, осы жерде 3 қосылған 2 5-ке тең, демек осы бірмүшенің дәрежесі 5-ке тең. Ал коэффициенті көріп тұрғандарыңыздай -3. Енді басқа тақырыпқа көшейік. Ол бірмүшелерді көбейту тақырыбы. Енді атынан бірмүшелерді көбейтуге болатын анық. Мысал ретінде бір есепті қарастырып, оны шығарып көрейік. Демек, -3а квадрат b куб c бірмүшесін 5а куб көбейтілген b c квадрат d деген бірмүшеге көбейтіп көрейік. Ең алдымен олардың арасына көбейту таңбасын жазып, ұқсас мүшелерді бір-біріне көбейтеміз. Демек, жақшаны ашып, екеуін қатар жазайық. Енді арасындағы ұқсас мүшелерді қарастырайық. Осы жердегі -3 пен 5 екі бірмүшенің коэффициенттері және өзара ұқсас мүше болғандықтан оларды көбейтуге болады. Демек, -3-ті 5-ке көбейткенде -15. А квадратты а кубқа көбейтеміз, одан кейін b куб пен b-ні, c мен c квадратты және соңғысы d-ның өзі болып қалады. Нәтижесінде бізде -15 көбейтілген а-ның 5-ші дәрежесі, көбейту b-ның 4-ші дәрежесі, көбейту c куб және d деген бірмүше шығады. Осылайша біз бірмүшелерді көбейте аламыз. Сонымен қатар біз келтірілген түрі стандарт түрге жатады. Себебі коэффициенті алдында барлық айнымалылар өзінің ретімен орналасқан. Енді тағы бір қасиеті бірмүшені дәрежеге келтіреу. Бұл тақырыпты да мысал келтіріп қарастырып көрейік. Бізге берілген мысал 2а квадрат y куб z деген бірмүшені 4-ші дәрежеге келтіру. Ол үшін біз осы бірмүшені толығымен 4-ші дәрежеге келтіріп жазуымыз керек. Шыны керек, бұл алдыңғы тақырыптарда өткен дәреженің қасиетіне де жатады. Мұқият қарасаңдар, бірмүшенің көбейтінді екенін байқайсыздар. Яғни бірмүшені дәрежеге келтіру үшін әрбір көбейтіндіні дәрежелеу керек. Мысалы, ең алдымен 2-нің 4-ші дәрежесін жазамыз, одан кейін а квадраттың 4-ші дәрежесін, y кубтың 4-ші дәрежесін және z-тің 4-ші дәрежесін. Нәтижесінде бізде 16
а 8-ші дәрежесі көбейтілген y-тің 12-ші дәрежесі және z-тің 4-ші дәрежесі деген өрнек шығып тұр. Осылайша біз бір мүшені дәрежеге келтіре аламыз. Назарларыңызға рахмет.